Ассаламу алейкум. Біз бүгін сіздермен Такасур сүресі. Осы сүренің тәжвидтік талдау жасайтын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахим. Тоқтасақ, мәд арып ережесі. Әл-хәкумут такасур. Әл-лыға оқыдық. Қамар ережесі. Хә бізде мәд табиғи, екке. Куммут ләм оқылмай тыға кірдік, шәмсия. Өйткені біз айтқанбыз, қамари мен шәмсия екі ереже бар, әріптері 14-14-тен бөліп алған. Егер ләм оқылса қамария, оқылмаса бізде шәмсия, және тә әрпінің үстінде, яғни шәмсия әріптерінің үстерінде тәшдид болады. Тәкә мәд табиғи, сур. Ро әрпі қандай? Тафхим, жуандық ережесі. حتى زرتم المقابر بر حتى ما الطبيعي يكي سوزس زر رو әрпі тafхим жуан оқылады. Өйткені өзінен алдыңғы әрпіне даммалы. Тумул қамария, мақа кейбір кісілер мақа ма деп оқып жатады. Ма деген сөз жоқ, әріп жоқ. Мә жіңішке, қо әріпі жаңағы мимнің жуан оқылуына әсер етіп жүрмесін. Мәқо мәд табиғи бір р әріпі жіңішке, тарқиқ ережесі. Кәллә сәуфә та'ламун. Кәллә лә мәд табиғи сәуфә та'ламу тоқтайырсақ бізде мәд арид. Тоқтамасақ та'ламуна сумма деп өтіп кетсек мәд табиғи. Сумма кәллә сәуфә та'ламун. Кәллә мәд табиғи, та'ламун бізде мәд арид. Кәллә ләу та'ламуна илмәл яқин. Кәллә мәд табиғи, та'ламуна мәд табиғи, илмәл қамария және яқин 2-4-6-ға дейін созға болады. Қайсынан айтып өзіңіз мәд арид. Лә тәра вуннәл жахим. Лә тәра ро жуан тафхим осыны кейбір жай ғана деп даммаға оқиды, жоқ. Екі ваудың үстіне дамма вауи вуннәл жахим. Нәл лыға кірсек қамария жахим мәд арид. Сумма лә тәра вуннәхә айнәл яқин. Лә тәра ро әрпі жуан тафхим, ха мәд табиғи, айнәл қамария яқин бізде мәд арид. Сумма лә тусәлунна яума изин анин наим. Лә тусәлунна яума изин тәнуин айн әрпіне жоқты изхар ережесі. Анин ныға кіріп кеттік, шәмсия. Наим мәд табиғи. Енді бізде бұл Такасур сүресі не жайлы айтылған? Такасур сүре, яғни бір-бірімен бәсекелеске түсу, жарысу сүресі. Бұл жерде Алла тағала не дейді? Әл-хәкумут такасур. Сендерді мына дүниеге деген махаббат көбейту шұғылдандырып қойды. Нені көбейту? Өздерінің ата тектеріңді, яғни жоғары санау, соны былай шыққан кезде бір үстемдігін көрсету, оның абыройын артқызу, немесе мал дүниені көбейту, немесе ұрпақ, бала шағаны, немесе туысқандар, немесе связь дейді ғой, өзінің ортасындағы таныстарын көбейту, былай шыққан кезде абыройын арттыру үшін. Дұрыс дінде халал жолмен дұрыс мақсатта көбейтуге рұқсат. Малыңды қанша көбейтсеңіз де ешқандай шек қоймайды. Бірақ бұл жерде сол нәрсені не істеп қой дейді? Ақырет амалынан сендерді шұғылдандырып қойды ғой. Ақырет амалын, яғни
тастатып қойды ғой дейді да. Яғни осы дүниенің қызығын іздеу, осы дүниенің басқа адамдармен абырой жағынан, мал дүние, бала шаға жағынан жарысу не істеді? Намаздарыңды, оразаларыңды, тағы басқа нәпіл амалдарыңыздың ақыреттік азықтарыңызды жинауға кедергі болып жатыр дейді да. Құранда ла тулхикум амуалукум ва ла ауладукум ан зикрилла. Сендерді бала шағаларың мен дүниелерің не Алланы еске алудан шұғылдандырып қоймасын. Оларға өзің ақысын бер, бірақ не Алланы еске алуға келген кезде ол нәрседен тыйылыңыздар дейді. Яғни бұл жерде сол сендерді ақырет амалынан шұғылдандырып қойды мына дүниеге деген махаббат дейді. Қашанға дейін десе, хатта зуртумул мақабир. Зуртум деген сөз зиярат дейді ғой, біз зиярат ету. Қабірді зиярат еткенге дейін деп тұр ғой енді аудармасында. Ол қабірді зиярат ету деген не? Демек сіздерге өлім келді деген сөз. Яғни сіздер өлім саған келгенге дейін сендер бұл дүниемен шұғылдандыңдар ғой дейді. Ешқашан бір ойлануға уақыт болмады ғой дейді. Дүниені жарыса беріп, бәсекелеске түсе беріп, анадан артық болу үшін, мынадан артық болу үшін. Бірақ бұларың кәллә дұрыс емес мүлде. Бұл істерің мүлде дұрыс емес. Ақыретті қалдырып қоюларың мүлде дұрыс емес. Өйткені жақын арада білесіңдер дейді. Осы істеген істеріңіз қате екендігін. Сумма кәллә сауфа та'ламун. Және де бұл істеген істерің шынымен мүлде дұрыс емес. Жақын арада сендер шынайы ақиқатты білетін боласыңдар. Екі сөзде күшейтіп келіп тұрды. Қайта-қайта. Сол бір сөз, мынау алғашқысы, өлгеннен кейін қабірдегі оқиғаларыңыз, мынау дүниенің рахатынан зұлмат қабырға кірген кездегі сол қабірдің ақиқаты сендерге істегендерің қате екендігін түсіндіреді дейді. Және қиямет күні азап сіздерге түсіндіретін болады дейді. Адамдардың көбірі қабірге баруға ертең өлімнен қорқады не үшін десе, немесе оған баруғысы келмейді дейді. Неге десе, олар мына дүниесін сәндеп ақыретін былай шыққан кезде қиратып тастады ғой дейді. Қабір үйін, олар қабірдегі үйін қиратып, мына үйін әсемдеді дейді, мына дүниедегі. Ал кім қабірдегі өмірін және қияметтегі өмірін әсем деген болса, ол ешқашан қорықпас еді деген сияқты сөздер айтылады. Енді мынау қиямет күні істеген істеріңіз қате екенін білетін боласыздар дейді. Істегендерің қазіргі уақыттағы ақыретті ұмытып дүниенің ісімен шұғылданып жүргендерің мүлде дұрыс емес. Өйткені жақында не? Сендерге шынайы илмәл яқин. Яқин сенім дейді ғой, ешқашан күмән келтірмейтін шынайы сенім. Сондай шынайы бір білім сендерге хақ нәрсе көрінеді. Соны білген кезде ләу та'ламуна илмәл яқин. Соны білген кезде көресіңдер дейді. Ла тараууннал жахим. Және не? Қашан сендер тозақты көрген кезде де өздеріңнің істегендерің дұрыс емес екенін көресіңдер дейді. Яғни осылай жалғастыра беретін болсаң, баратын жерің не дейді? Тозақ деп ескертіп жатыр да. Сондықтан бұл қазір уақытта егер осындай болып жүрсе халіңіз, онда тезірек ойланыңыз дейді. Өйткені ертең баратын жерің тозақ. Тозаққа барған кезде анық түсінетін боласың. Сол тозаққа барған кезде мына көздеріңмен ана ақиқатты көретін боласыңдар. Ол кезде күмән келтіріп болмайды оған. Өйткені ол ақиқат өзгермейтін ақиқат. Және де біз сол күні әрбір берген нығметтерімізден лә тусәлунна. Лә және екі тәштіттің мұң кеп тұр. Бұл келетін болса күшейтпелі шырай. Яғни міндетті түрде. Ләнің өзі міндетті, нә деген шынымен деген, яғни екі күшейтпелі сөз бір сөзді одан сайын күшейтіп тұрды. Міндетті түрде еш күмәнсіз сұраласыңдар. Неден? Біз берген нығметтен. Ол нығмет денсаулық, ол нығмет отбасы, ол нығмет ішіп жеп жатқаныңыз, соның бәрінен сұралатын боласыз дейді. Осыған байланысты пайғамбарымыздың хадисінде пайғамбарымыз бір күні сыртқа шығып қалған кезде жолдан Әбу Бәкірді және Омар радиаллаху анхуды түнде кездестіреді. Сол уақытта сендерді бұл түннің жартысында шығарған не деген кезде олар
уа Алланың елшісі, бізді аштық шыдатпай шығарды дейді да көшеге. Ендеше жүріңдер деп пайғамбарымыз үшеуі еріп бір ансарлықтың үйіне барады. Ансарлық сахабаның. Сол кезде ансарлық сахаба ол кісілерді күтіп алып, малын сойып, және де алдарына құрманың жаңағындай суын қойып күтіп алады, жақсылап. Сол кезде пайғамбарымыз айтады Омар радиаллаху анху Әбу Бәкірге: мынау қазір ішіп жеген нәрселеріңізден ішіп жеп болды ғой, содан кейін осыдан сұраласыңдар әлбетте дейді да. Міндетті түрде сұралатын боласыңдар дейді. Ішіп жеген нәрсе. Сахабалардың өздеріне сондай сөз айтып жатыр да, міндетті түрде осы нығметтен сұраласыңдар. Сондықтан бұл нығметтен пайдаланғаннан кейін оны тура жолға жұмсап жатсыңдар ма, жақсы жолға жұмсап жатсыңдар ма, оны ойлану керек дейді. Бір күні бір кісі пайғамбарымыз жанына келген кезде пайғамбарымыз мына аятты оқып отыр екен дейді. Әлхакумут такасур дейді. Сендерді осы дүниемен, басқа адамдармен жарысу шұғылдандырып қойды ғой дейді, ақыреттің ісінен. Расында бұл дүниеден саған дүние тиесілі еш нәрсе жоқ қой дейді. Тек қана ішіп жегенің, және де киіп тоздырған киімің ғана, және де садақаға берген мал дүниең. Ол отбасыңа болсын, бала шағаңа болсын, тағы басқа мұқтаж адамдарға берген болсын, сол дүние ғана сенікі. Одан басқа қаншама жатқан дүние ол сіздікі емес. Ішіп жеген нәрсең, киіп тоздырған нәрсең, және де не садақаға берген нәрсең дейді. Жалпы такасур сүресі ақырет амалынан, осы дүниенің ісі, сондай басқалармен жарысу, мақтаныш үшін жарысу ақыреттің амалынан тосып қоймау керек деген мағынаны береді. Пайдалы болсын.